Әлем 4 адамда тұрады. Бірінші, ғалымның ілімінде тұрады. Ғалым болмаса даму болмайды, прогресс. Екінші, әділ патшаның әділдігінде тұрады. Патша әділ болмаса, соғыс шығады. Үшінші, жомарттардың жомарттығында тұрады. Елім, жерім деп асыраушылар. Төртінші, қарттардың, абыздардың дұғасында тұрады. Бірінші орында не тұр? Ғылым тұр. Ғылым болмаса даму болмайды. Қазір интеллектуальный прогресс. Не себептен біз ана орыстарға бодан болып қалдық? Сондай кең даланы билеп жүріп. Себебі бізде аузынан от шашқан зеңбірек болған жоқ. Ал зеңбіректі кім ойлап табады? Ғалым ойлап табады. Яғни ғылымсыз, ғалымсыз алдыға қарай даму болмайды. Сол себептен де балаларымыз, қыздарымыз ғылымды игеру керек. Дінімізде де айтады, талабын ғилмін фаризатын ғалла күллі мүслімін ғал мүсліматын. Ғылым, талаптан ғылым іздеу еркекке де, қыздарға, әйелге де парыз дейді. Әсіресе балаларды мен екі нәрсеге жібергім келеді. Біріншісі, жаңағы мынау қазір технология, инженерлік, IT технологиясында. Екінші, әскер жағынан. Қару, әскер мықты болмаса, сен беліңде жүрген қылышыңды қолың көтере алмаса, пайдасы не? Үлкен территорияң болғанменен әскери жағы ақсап жатса кез келген жау басы болады. Технология мықты болу керек. Союздың кезінде, енді мен өзім советтің өмірім жарты советтен өтіп кетті ғой. Докторларға бір бөлме артығымен беретін кабинет қылды. Мысалы, 3 бөлме керек қажет болса, оның 4 бөлмесін береді. Себебі докторлар оған кабинет керек деген сияқты. Білімді ақылға байламаса, білімің жүзеге аспайды.